холинергиялық препараттарды қалай түсінуге болады? Холинергиялық препараттар бұлар холинергиялық рецепторге әсер етеді. Значит, бізге рецептор қалай жұмыс істейді, соны біліп алсақ, фук етіп дәріні қоя саламыз. Ендеше кеттік. Допустим, рецептор деп алайық. Рецептордың екі тағдыры бар. Екі. Либо рецептор бізде натрий каналдарын активтендіреді, либо рецептор G белоктарын активтендіреді екен. Екеуін параллельно аламайды. Екеуін біреуін ғана таңдай алады. Любой рецептор либо натрийді ашады, либо G белокты активтендіреді. Жазып алыңыздар. Яғни, мысалға мына жерге бір зат келді. Егер де ол натрий каналымен байланысатын болса, онда ол G белокты активтендірмейді, ол натрий каналдарын фақ етіп активтендіреді, ішіне натрий кіреді клетканың ішіне. А натрий ол плюс зарядты болғандықтан клетка қозады и біз жауап аламыз. Ал егер натрий емес G белокпен байланысатын болса, онда G белок ішке қарай ядроға сигнал беру арқылы жауап қайтарады екен. Давайте осыларды жеке-жеке талдайық. MN рецепторлер. N рецепторлер қайталайық, натрий каналдарымен жұмыс жасайды. Яғни N рецептор активтенсе, натрий каналдарын активтендіреді, натрий клетканың ішіне кіреді, плюс эффект береді. Нәтижесінде N-нің екі түрі бар. Ол скелеттік бұлшықетте орналасады, ол нервте орналасады екен, ганглияларда. Болды. Енді M бұл жақта G белоктар бар, достар. G белоктар. G белоктар деген қалай? G белоктар бізде сигналды жібереді. Ол жақта натрий ештеңе жоқ. Ол жақта просто сигналды жібереді. Енді қараңыздар, бізде айналдырған G белоктың үш түрі бар. Мынаға жазып кетейін. GQ, GI және GS. GQ белогы активтенсе, плюсқа плюс жауап береді. Яғни GQ белогын активтендірсе, бізде активация болады. GI-ді активтендірсе, ол керісінше минус эффект береді. Яғни GI-ді активтендірсе, ол керісінше бәрін тормозить ете бастайды. А GS-ді активтендіретін болса, онда бізде не болады, достар? Онда бізде плюс эффект болады. Бірақ бета 2 деген рецептордың астындағы GS минус эффект береді. Тек қана сол жерде. Енді қараңыздар, бізде M рецептор G белоктар арқылы байланысқан. Қандай? Бізде M рецептордың үш түрі бар. M1, M2, M3. M1 рецепторы бізде GQ белогымен байланысқан. Значит, M1-ді активтендірсе, қандай жауап аламыз? Плюс жауап аламыз. M2-ні активтендірсе, оның астында GI белогы орналасқан. Если біз M2-ні активтендірсек, онда ол керісінше минус эффект береді. Мысалы, қоз десе, тормоз деген эффект береді. Ал M3 GQ белогымен байланысқан. M3-ті активтендірсе, қандай эффект береді? Қандай эффект береді? Плюс эффект береді. Бітті. Енді бізге не керек? Біз астындағы G белоктарын мінезін білеміз. Енді бізге не ғана келді? Не ғана қалды, достар? Локализациясын білу. Кеттік. Болды. Қалай еді? M1 қай жерде орналасады? Ми қыртысында, парасимпатикалық ганглияларда және асқазанның париетальды клеткасына. Париетальды клеткада бізде ол неге жауап береді? H-хлордың өндіруіне. Ал енді осы органдарда M1 орналасатын болса, ал оның астында қандай G белок еді бізде, достар? GQ белок еді. Яғни сол рецепторден сигналды ішке қарай тартып алатын белокты GQ дейді. Енді қараңыздар, мынау активтенетін болса, значит, мынау да активтенеді. Болды. Значит, M1-ге активтендіретін дәрі беретін болсақ, оны миметик дейді. Достар, миметик деген нәрсе рецепторды іске қосатын зат. А блокатор рецепторды блоктайды. Значит, М-холиномиметик бізде не шақыру мүмкін? Ми қыртысының қозуына. Адам миы қатты қоза бастайды. Екіншіден, асқазанның париетальды клеткасы қоза бастайтын болса, H-хлор көп өндіріледі. А ол неге алып келуі мүмкін? Гастритке. Болды. Фармакология бұл тек қана дәрі жаттау керек. Бізге бұл жақта побочка жаттаудың қажет жоқ. Оны түсіну керек. Өйткені сіз дәрігерсіз. Ал енді M2 қақта орналасады? M2 тек қана бір-ақ жерде орналасады, ол жүректе.
ол жақта орналасатын G белок GI. Егер біз M2-ге беретін болсақ, онда жүректе минус эффект береді, өйткені GI ол минус. Нәтижесінде артериальды қысым төмендейді. ЧСС төмендейді. Значит, М холинобиметик беретін болса, тағы қандай побочка болады? Давленияның төмендеуі, ЧСС-тің төмендеуі. Бітті. М3 қайықта орналасады? Бронхта, ішекте, қуықта. Осылардың бұлшық етінде. Және экзокринді безерде, және эндотелийдің бұлшық етінде. А оның G белогы GQ. А GQ бізде қандай еді? Плюс эффект береді. Яғни М3-ке әсер ететін дәрі беретін болсақ, яғни миметик беретін болсақ, тағы қандай побочка болады? Бронх тарылады. Өйткені оның астында М3 орналасқан, а ол рецептордың астында GQ белогы орналасқан. Егер оны активтендірсе, керісінше қоза бастайды да не болады? Не болады? Бронхоспазм. Ішектердің спазмы болатын болса, не болуы мүмкін? Моторикасы күшейіп кетсе? Диарея деген секілді. Бездер активтенсе, гиперсаливация, тершеңдік. Эндотелий не істесе, жиырылатын болса, не болуы мүмкін? Давление көтерілуі мүмкін. Значит, біз қазір ғана не ұқтық? М рецептордың бүкіл побочкасын бірақ схема арқылы түсінуге болады. Достар, өтініш. Фармакологияда жанама әсермен қарсы көрсетілімді жаттаудың қажеті жоқ. Сен робот емессің. Біздің мектеп сені дәрігер қылады, робот емес. Қалай?